Сіз ұйықтауға жатқанда қай жаққа қарап жатқаныңыз маңызды екенін білесіз бе? Невролог дәрігерлер не себепті адамдарға етпетінен жатуға болмайтынын түсіндірді. Етпетінен жатып ұйықтаған кезіңізде арқа тұсыңызға салмақ түсіп, жүйке қысылып қалады. Басыңызды бұрып жату кезінде сіздің қан тамырларыңыз да бұрылады. Салдарынан мойныңыз ауырады. Бұл күйде жатып ұйықтамаңыз. Бұл өте зиян. Десе де кей адамдар үшін етпетінен жату ыңғайлырақ көрінеді. Нақтырақ айтсақ, түнде қорылдайтын адамдар үшін. Себебі етпетінен жатқан кезде тыныс алу жолдары ашық болады және қорыл азаяды. Ал дәрігерлер адамға шалқасынан жатып ұйықтауға кеңес береді. Бұл қалыпта адамның бұлшықеттері босайды, омыртқаға қысым түспейді. Бұлай жату омыртқаға ғана емес, асқазанға да пайдалы. Себебі шалқаңыздан жатқан кезде қыжыл мазаламайды. Бірақ бұның бәрі ұйқыға енді жататын кезде ғана маңызды. Ұйқы кезінде сіздің жату қалпыңыз сағатына 2-4 рет өзгереді. Яғни түні бойы сіз 20 шақты рет жатқан қалпыңызды өзгертуіңіз мүмкін. Алайда дұрыс жату сапалы ұйқының кепілі. Қандай позаның қолайлы екенін түсіну үшін ұйқыдан тұрғаннан кейінгі күйді бақылау керек. Оянғаннан кейін сергектік сезімі бар ма? Денеде ыңғайсыздық жоқ па? Әркім дененің ерекшеліктері мен денсаулық жағдайына сәйкес қалай жату керек екенін өзі таңдайды. Адам анатомиясы тұрғысынан ең дұрыс позиция арқамен ұйықтау. Мұндай қалыпта ішкі органдар және бұлшықеттер қалыпты демалады. Таңертең сергек сезіну үшін дұрыс жату маңызды. Бір жаққа қисайып ұйықтау. Ұйқы кезінде жиі кездесетін позициялардың бірі бір бүйірге жатып ұйықтау. Әсіресе жүкті әйелдер мен артық салмағы бар адамдар осылай ұйықтауды ұнатады. Әдетте бұлай жату қорылдауды тудырмайды және ең пайдалы деп саналады. Сол жаққа қарап ұйықтау. Қай жағына ұйықтау керектігін таңдағанда мамандар көбінесе сол жаққа кеңес береді. Себебі бұл позиция медицина тұрғысынан сау ұйқыға ықпал етеді. Сол жақтағы позиция жүрекке қатты стресс тудырады деген миф бар. Бірақ іс жүзінде бәрі керісінше. Ол барлық органдардың тиімді жұмысына ықпал етеді. Оң жаққа қарап ұйықтау. Бұл ұйқының екінші дұрыс позициясы. Бірақ бұл позиция ас қорыту жүйесі үшін өте зиян және қан айналымына кері ықпал етеді деп саналады. Сонымен қатар ішкі органдарға әсіресе бауырға қысым түседі. Алайда оң жаққа қарап ұйықтағанда адам қорылдамайды, омыртқаға қысым түспейді. Арқамен жатып ұйықтау. Арқадағы ұйқы адам үшін ең таныс ұйқының бірі. Бұлай жату денені босаңсытып, ағза мүшелерінің толық демалуына көмектеседі. Жалпы дәрігерлер ұйықтау кезінде ағза сұранысына құлақ асуға шақырады. Демек сіз өз денсаулығыңызға қарай, өзіңізге қалай ыңғайлы болса, солай ұйықтағаныңыз жөн. Сондай-ақ ыңғайлы және сау ұйқы әртүрлі факторларға да байланысты болуы мүмкін. Ұйықтайтын орын, матрас пен жастықтың сапасы, дене жағдайы, режим, жалпы демалыс уақыты. Үнемі бір уақытта ұйқыға бас қойып, сол уақытта ояну керек. Әртүрлі уақытта жатса, онда дененің биологиялық сағаттары және олармен бірге басқа процестер үнемі ауысатын болады. Мысалы, сіз тым кеш ұйықтасаңыз, онда аштық сезімі пайда болуы мүмкін. Өздеріңіз білетіндей, түнде тамақтану асқазан ішек жолдарына қысым түсіреді. Тамақ нашар сіңеді, бұл қоректік заттардың жетіспеушілігіне әкеледі. Ұйқы уақытында еш жеріңіз ауырмай, ұйқы қанып тұрудың адам денсаулығына әсері орасан. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Ұйқыңыз тыныш болсын.